Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда 2015 жылы жарық көрген «Видимость» фильмі. Фильмнің оқиғасы Гоадағы Пандолин қаласында басталады. Бұл жерге жақында ғана ауысып келген полиция қызметкері келеді. Ол полиция бөлімшесіне жақындағанда әріптесі оған Виджай Салгаонкар есімді атышулы қылмыскерді көрсетеді. Қарапайым адам болып көрінгенімен ол өте айлакер әрі өтірік айтуға шебер. Одан кейін оқиға бірнеше ай бұрынғы уақытқа ауысады. Виджай өз кеңсесінде экшн жанындағы фильм көріп отырады. Ол үйлерге кабельдік теледидар қосу қызметімен айналысатын кәсіптің иесі. Бірақ оның ең үлкен құмарлығы фильм көру және олардан өмірге қажет пайдалы ойлар мен тәсілдерді үйрену. Оның көмекшісі Хосе ай сайынғы жиналған төлем ақшаларын алып келеді. Алайда көп ұзамай ол да фильмге беріліп кетеді. Фильм аяқталған соң Виджай кейбір көріністердің реттілігін сынап, кейін клиенттерден жиналған ақшаны тексереді. Хосе бір клиенттің шағымын айтқан кезде Виджай оны ұрып жіберіп, кеңседен қуып шығады. Кейін Виджай жергілікті мейрамханада түскі ас ішіп отырып, полицияның кіші инспекторы Гайтондені күтіп отырған егде жастағы ерлі зайыптыларды көреді. Қызығушылық танытқан Виджай мейрамхана иесі Мартиннен олардың жағдайын сұрайды. Мартиннің айтуынша, қарттардың жалғыз ұлы қаржы компаниясынан несие алған, бірақ соңғы төлемін төлей алмаған. Сол себепті Гайтонде оны заңсыз ұстап әкеткен. Қарттар Виджайға Гайтонденің қаржы компаниясы иесінің немере ағасы екенін және ұлдарын заңда көрсетілген тәртіпті сақтамай, заңсыз қамауда ұстап отырғанын айтады. Виджай көптеген фильмдер мен сериал көретіндіктен, бір фильмде естіген «Хабис корпус» деп аталатын заңдық рәсімді есіне түсіреді. Бұл рәсім адамды заңсыз қамаудан босату үшін қолданылады. Ол қарттарға өзінің адвокат досының байланыс нөмірін беріп, Гайтонденің талаптарына көнбей, мәселені заң жолымен шешуге кеңес береді. Бірнеше сәттен кейін Гайтонде ішке баса көктеп кіреді. Бірақ осы уақытқа дейін қарт ерлі зайыптылар мейрамхананың артқы есігі арқылы шығып кетуге үлгереді. Виджай күннің қалған бөлігін кеңсесінде өткізіп, ескі фильмдерді мұқият көреді. Ал барлық телефон қоңырауларына жауап беруді Хосеге тапсырады. Келесі күні таң ата ол үйіне қайтады. Үйінде жұбайы Нандини және екі қызы Анджу мен Анна тұрады. Ол әйеліне білдірмей артынан келіп, өзін қарақшы сияқты көрсетіп әзілдейді. Содан кейін жуынатын бөлмеге кіреді. Кейін бүкіл отбасы таңғы асқа жиналады. Сол кезде Нандини Виджайды үнемі үйде болмайтыны және отбасы алдындағы міндеттерінен қашатыны үшін ұрсады. Ол отбасын Панаджи қаласына демалуға апаруды ұсынады. Әйелі мен қыздары қайта-қайта қолқалаған соң, Виджай ақыры келісімін береді. Келесі демалыс күндері олар Панаджиге жолға шығады. Алайда жолдың ортасында көліктері бұзылып қалады. Барлығы бірігіп көлікті итеріп, біраз әуреленгеннен кейін ғана Панаджиге жетеді. Қалаға келген соң отбасы жаңа киім сатып алады, кейін бірге кино көреді және мейрамханада пицца жейді. Сол жерде Анджу әкесіне мектебі оны табиғат аясындағы лагерге қатысуға таңдағанын айтады. Бірақ Нандини жолдаманың бағасы қымбат болғандықтан, оған баруға рұқсат бермейді. Анджу қайта-қайта өтінген соң, Виджай ақыры келісіп, қызына лагерге баруға рұқсат береді. Оқиға табиғат лагеріне ауысады. Анджу басқа мектептердің оқушыларымен бірге серуендеп жүреді. Сол кезде Сэм есімді жігіт Анджуды, оның қарсылығына қарамастан үнемі суретке және видеоға түсіре береді. Тіпті оның әдепсіз әрекеті үшін басқа қыздар да оны сөгеді. Анджу лагерден оралғаннан кейін, отбасының өмірі қайтадан қалыпты арнасына түседі. Виджай қызына қатты қамқор болғанымен, өзін қатал әке ретінде көрсетіп жүреді. Бір күні Нандинидің ата-анасы қонаққа келеді. Анасы Виджайды қыздарын қымбат мектепке ауыстыруға көндіруге тырысады. Виджай әйелінің бұл мәселені үнемі анасына айтып жүргенін біліп, Нандинимен ашық сөйлеседі. Ол жақсы білімді кез келген мектептен алуға болатынын айтып, өз пікірін дәлелдейді. Кейін Виджай тағы да жергілікті мейрамханаға барады. Сол жерде оны жаңа полиция бөлімшесінің құрылысын басқарып жүрген Рейн есімді азаматпен таныстырады. Олар кейбір мәселелерді талқылау үшін жайғасып жатқан кезде, Гайтонде ішке басып кіріп, Мартиннен бұған дейін мейрамханаға келген қарт ерлі зайыптылар туралы сұрайды. Мартин ештеңе есінде жоқ сияқты кейіп танытады. Содан кейін Гайтонде Виджайға тиіседі. Виджай да өтірік айтып, әлгі қарттарды танымайтынын және олар туралы ештеңе есінде жоқ екенін айтады. Гайтонде Мартинмен сөзге келіп қалады. Ол мейрамханадағы есепшоттарды төлемейтінін айтып, себебі барлық полиция қызметкерлерін осы мейрамханаға әкеліп жүрген үшін комиссия алуға құқығы бар екенін алға тартады. Виджай оған полиция қызметкерлері бұл жерге өз еркімен келетінін, өйткені қалада тамақтанатын басқа қолайлы жер жоқ екенін айтып жауап береді. Осы кезде инспектордың көмекшісі Савант есімді полиция қызметкері де мейрамханаға келеді. Виджай осы мүмкіндікті пайдаланып, Гайтондені астарлап мазақ етеді. Ол Савантты Гайтондемен салыстырып, Саванттың одан әлдеқайда адал әрі әділ екенін меңзейді. Бір күні Виджай өз ауласында компост жасау үшін шұңқыр қазып жатып, Анджудан табиғат лагерінде не болғанын сұрайды. Анджу оған Сэм туралы айтып береді. Оның айтуынша, Сэм әртүрлі қыздарды үнемі видеоға түсіріп жүреді және тіпті өзінің осындай әрекеттері үшін көпшіліктің алдында сынға ұшыраған. Содан кейін оқиға Виджай мен құрылыс менеджері Ринаудың бір жерде кездесіп, Виджайдың жобаларының бірі туралы сөйлесіп отырған сәтіне ауысады. Сол кезде Гайтонде Ринаудың қасына басып кіріп, ақшаны қайтарудан ашық түрде бас тартады. Ол кімге шағымданса да ақшаны қайтармайтынын айтып, ешкімнен қорықпайтынын көрсетеді.
Гайтонденің ұялмайтын, өктем мінезіне ашуланған Виджай онымен сөз таластыра бастайды. Жағдай Гайтонде Виджайға қол көтеруге әрекет жасаған кезде одан сайын шиеленіседі. Алайда жергілікті тұрғындар оны ұстап, кейін шегіндіреді. Гайтонде болса Виджаймен бұл мәселені болашақта шешетінін айтып қорқытады. Сол күні кешке Виджай ашық мазмұндағы фильм көріп, одан қатты әсер алады. Кейін ол Нандинимен бірге романтикалық түн өткізеді. Келесі күні таңертең бүкіл отбасы бірге таңғы ас ішеді. Көңіл күйі көтеріңкі болған Виджай қыздармен әзілдесіп отырады. Содан кейін Нандини Анжуды азық-түлік сатып алуға жібереді. Үйге қайтып келе жатқан жолда Анжуға Сэм жақындайды. Ол Анжуға әдейі арнайы келгенін айтады. Содан кейін телефонынан Анжудың киім ауыстырып, жуынып жатқан кезіндегі видеосын көрсетеді. Сэм бұл видеоны өшіріп тастауға дайын екенін айтады. Бірақ оның бір шарты бар. Анжу түнде үйінің артында онымен кездесіп, оның талабын орындауы керек. Қатты қорыққан Анжу Сэмнен видеоны өшіруді жалынып сұрайды. Бірақ Сэм оған бұл видеоның интернетке оңай тарап кетуі мүмкін екенін және оның отбасының абыройына нұқсан келтіретінін ескертеді. Анжу қатты қорқып, үйіне асығып қайтады. Нандини одан не болғанын сұрайды. Бірақ Анжу ештеңе айтпай, ішінің ауырып тұрғанын сылтау етеді. Түн түседі. Виджай кеңсесінде қалып қояды. Ал сыртта қатты дауыл соғып тұрғанына қарамастан, Сэм Анжудың үйіне келеді. Анжуды артқы есіктің жанынан көрген Сэм батыл түрде ішке кіреді. Бірақ ол жерде Нандинидің де бар екенін көріп қалады. Анжу мен Нандини одан видеоны өшіруін жалынып сұрайды. Алайда Сэм өзін алданғандай сезінеді, өйткені Анжу бұл туралы анасына айтып қойған. Содан кейін ол видеоны Нандиниге көрсетеді. Нандини отбасының ойран болатынын айтып, видеоны өшіруін жалына бастайды. Анжу мен Нандини оның телефонын тартып алуға ұмтылады. Бірақ Сэм екеуін де жеңіп, видеоны интернетке жариялаймын деп қорқытады. Нандини шарасыз күйде оның аяғынан ұстап, жалынады. Сонда Сэм оған Анжудың орнына бүгін түнде өзін қуантуға ұсыныс жасайды. Келесі күні таңертең Виджай үйіне келеді. Ол отбасының барлық мүшесінің бір жерге жиналып қалғанын көреді. Әсіресе Нандинидің қатты күйзеліп, жылап отырғанын байқайды. Виджай не болғанын сұрағанда Нандини оған бәрін айтып береді. Осы кезде болған оқиға еске түсіріледі. Сэм Анжудан өз талабын орындауды талап етіп, оны бопсалап жатқан кезде, Анжу оның артынан темір таяқпен ұрады. Сэм жерге құлап түседі, ал Анжу оның телефонын сындырып тастайды. Нандини Сэмнің тамыр соғысын тексеріп, оның қайтыс болғанын түсінеді. Қатты қорқып, абдырап қалған Анжу үйге қарай жүгіреді де, Виджайға қоңырау шалуға тырысады. Бірақ қоңырау өтпейді. Дүрбелеңге түскен қыздар Сэмнің денесін Виджай бұған дейін дайындаған қапқа салып, оны жерге көміп тастайды. Ал Ану болса, болған жағдайдың бәрін терезеден бақылап тұрады. Виджай болған оқиғаның бәрін ой елегінен өткізіп, Нандиниді тыныштандырады. Ол Сэмнің өлтірілген жерін мұқият қарап шығып, оның көлігінің кілттерін тауып алады. Нандини мен Анжу Сэмнің сынған ұялы телефонын алып қояды. Ал Виджай барлық айғақтарды жою үшін Сэмнің көлігі мен сым картасынан құтылуды шешеді. Кетер алдында ол Анжуды жұбатып, оны түрмеге түсірмейтінін айтып уәде береді. Сондай-ақ Нандиниге өзі қайтып келгенше үйден шықпауын және ешкіммен байланысқа шықпауын тапсырады. Осыдан кейін Виджай ақыры Сэмнің ғибадатхананың жанында тұрған көлігін тауып алады. Сол уақытта Гайтонде ғибадатхана қызметкерінен пара талап етіп жатады. Ол Сэмнің көлігінің жанында тұрған Виджайды байқап қалады. Виджай көлікпен кетіп бара жатқан кезде, Гайтонде оны көріп қалады. Виджай Пандолимнен Панаджиге көлікпен барады. Ол жерден жаңа телефон сатып алады. Содан кейін сатушыдан Сэмнің сім картасын жаңа телефонға салып беруін сұрайды. Телефонды қосқан кезде Виджай бірнеше қабылданбаған қоңыраулар мен хабарламалардың келгенін байқайды. Содан кейін ол телефонды тез арада жүк көліктері тұрағына апарады. Телефондағы саусақ іздерін өшіру үшін оны спиртпен сүртіп, Виджай телефонды жүк көліктерінің біріне лақтырып жібереді де, ол жерден тез кетіп қалады. Одан кейін ол Пондедегі көлмен қоршалған тас карьеріне қарай жол тартады. Барлық айласын пайдаланып, Сэмнің көлігін көлдің шетіне дейін айдап апарады да, айғақтарды жасыру үшін көлікті суға итеріп жібереді. Айналасына қарап тұрған Виджай жақын маңда көлге арқасын беріп, тәпішкесін түзеп тұрған жергілікті жұмысшыны байқап қалады. Көлік суға баяу батып бара жатқан кезде, Виджай жұмысшыға көрініп қалмау үшін тез арада тығылып қалады. Жұмысшы көлік толығымен суға батып кеткеннен бірнеше секунд өткен соң ғана артына қарайды. Осыдан кейін Виджай түннің бір уағында өзінің кеңсесіне келеді. Ол Хосеге 2 күнге созылатын уағызға бара жатқанын айтады. Виджайдың көңіл күйінің түсіңкі екенін байқаған Хосе одан бәрі жақсы ма деп сұрайды. Бірақ Виджай әдеттегідей оған ұрысып, бәрі жақсы сияқты кейіп танытады. Ақыры ол үйіне келеді. Сол жерде Нандини оған күтпеген әрі таңғаларлық жаңалық айтады. Сэм шын мәнінде Гоа полициясының жоғарғы басшысы Мираның ұлы болып шығады. Содан кейін оқиға полиция бөліміндегі камераға ауысады. Онда Мира Дишмух 2 ер адамды сотта берген көрсетулерін өзгертуге мәжбүрлеу үшін аяусыз ұрып соғады. Ол өте қатал әрі кәсіби қызметкер ретінде әрекет етеді. Мира өз қызметкерлеріне, егер әлгі адамдар келесі жолы сотта тиісті түрде куәлік бере алмаса, олардың отбасыларын өлтіруді бұйырады. Ал Виджай болса, отбасымен бірге дастархан басына отырып, оларға бәрі қалыпты болып көрінуі керек екенін түсіндіреді. Ол ешкімнің дүрбелеңге түсіп, уайымдап немесе көңілдері түсіп жүргендей кейіп танытпауы керектігін айтады.
Виджай отбасына 2 күнге Панаджиге уағызға бару үшін кететіндерін айтады. Алайда уағыздың шын мәнінде сол күні 2 қазанда аяқталғанын жасырады. Мираның үйінде оның күйеуі әрі полиция бастығы Махеш Сэмнің телефон қоңырауларына жауап бермей жүргеніне алаңдай бастайды. Мира оған Сэмге біраз еркіндік беру керек екенін айтады. Бірақ Махеш Мира ұлдарын тым еркелетіп жіберді деп ойлайды. 3 қазанда Виджай отбасын автобуспен Панаджиге алып барады. Олар уағыз өткен жерге барады, бірақ іс-шара әлдеқашан аяқталған болады. Содан кейін қала аралап, бірге кино көреді және қонақ үйде тамаққа тапсырыс береді. Олар Виджай алдын ала жоспарлаған барлық әрекеттерін мұқият орындап, үйлеріне қайтады. Үйге келген соң Виджай Нандиниге барлық ұсақ түбіртектер мен есеп-шоттарды жинай бастауды тапсырады. Уақыт өте келе олардың өмірі қайтадан қалыпты арнаға түседі. Алайда Виджайдың ескертулеріне қарамастан, оның отбасы әлі де дүрбелеңге түсіп, алаңдап жүреді. Осы уақытта Мира ақыры Сэм туралы білу үшін киберқылмыспен күрес бөліміне қоңырау шалады. Бір күні полиция Виджайдың үйіне келеді. Мұны көрген Анджу қатты қорқып кетеді. Виджай дереу сыртқа жүгіріп шығып, полицейлердің Анджумен сөйлесуіне жол бермейді. Ол полиция қызметкерімен сөйлесіп тұрған кезде, Анджу оның артында шарасыздықпен өзін кінәлі сезінгеннен жылай бастайды. 1 минуттан кейін полиция кетіп қалады. Виджай Анджуды құшақтап, оны тыныштандыруға тырысады. Көп ұзамай Мира Сэмнің қай жерде екенін анықтау үшін оның телефонын бақылауға алуды бұйырады. Ал Виджай полиция бөлімшесін бақылап, қандай да бір күдікті немесе ерекше әрекет болып жатқанын байқауға тырысады. Ол өз шеберханасында құрылыс жұмыстарымен айналысып, уақыт өте келе бұл жағдайдың да басылуын күтеді. Бір күні Павалимадағы тас карьерінде шомылып жүрген балалар Сэмнің суға батып кеткен көлігін тауып алады. Оқиға орнына билік өкілдері келіп, көлікті судан шығарып алады. Көп ұзамай Мира мен Махеш карьерге келеді. Сол жерде полиция қызметкерлері оларға көліктің шамамен 2 апта бұрын суға батып кеткен болуы мүмкін екенін айтады. Мұны естіген Сэмнің ата-анасы қатты алаңдайды. Кейін Гоа полициясының штаб пәтерінде Мираның командасы оған Сэмнің телефоны Пандолимнен Панаджиге дейін бақыланғанын, содан кейін Канчипурам аймағында өшірілгенін хабарлайды. Мира офицерлерге Сэмнің соңғы рет қоңырау шалған нөмірінің деректерін қалпына келтіруді тапсырады. Офицер оған Панаджи мен Канчипурамда 2 түрлі телефон қолданылғанын және Сэм жоғалып кеткен күні өз шотынан қомақты көлемде қолма-қол ақша алғанын хабарлайды. Сэмнің жақында жаңа телефон сатып алғанын білетін Мира біреу оның телефонын Панаджиде басқа телефонмен әдейі ауыстырған деген қорытындыға келеді. Пандолим полиция бөлімшесіне Сэмнің ісіне қатысты мәліметтер келеді. Көлікті көрген Гайтонде бірден жақында Виджайдың Сэмнің көлігін айдап жүргенін көргені есіне түседі. Ол Виджай түскі ас ішіп отырған мейрамханаға барады. Гайтонде Мартинге Сэмнің ісі туралы әдейі дауыстап айтып береді. Мұны естіген Виджай сәл абдырап қалады. Гайтонде айнадан Виджайдың көзқарасын байқап қалады. Осы арқылы ол өзінің күдігін растайды деп ойлап, бірден сыртқа жүгіріп шығады. Виджай асығыс есеп-шотын төлеп, сыртқа шығады. Сол жерде полиция қызметкері Савант Гайтондеге қарсы тұрады. Гайтонденің Виджаймен бұрыннан араз екенін білетін Савант оған Виджайды бұл іске араластырмауды ескертеді. Бірақ Гайтонде Виджайдың бұл іске қатысы бар екеніне толық сенімді болады. Ол Сэмнің көлігі туралы естіген кезде Виджайдың қатты абдырап қалғанын айтып, Виджайдың міндетті түрде үрейленіп, өзін әшкерелеп қоятынын мәлімдейді. Екі офицер де Виджайды бақылауын жалғастырып, оның артына бұрылып қарайтынын күтеді. Алайда Виджай артына бір ретте қарамай, ептілікпен кетіп қалады. Осылайша Саванттың көзінше Гайтондидің қателескенін бірден дәлелдейді. Көп ұзамай Гайтонди аға инспектор Прафхуға полицияның жол жүру жазбаларын дәлел ретінде көрсетеді. Оның айтуынша, ол Виджайдың үйінің жанындағы ғибадатханада болған және сол жерде Виджайдың Сэмнің көлігімен кетіп бара жатқанын көрген. Осы уақытта Виджай полицияның ерте ме, кеш пе үйге келетінін сезіп, отбасы мүшелеріне полиция келген кезде қалай жауап беру керектігін және өздерін қалай қорғау қажет екенін түсіндіреді. Сол уақытта полиция ғибадатханаға барып, жұмысшылар мен пандиттен жауап алады. Гайтондидің табандылығына қарамастан, ешкім Сэмнің көлігін сол күні нақты кім басқарғанын, Виджай ма, әлде басқа біреу ме білмейтін болып шығады. Тергеу барысында полиция Анджу мен Сэмнің біраз уақыт бұрын бір табиғат лагеріне бірге барғанын анықтап, олардың арасында байланыс бар екенін біледі. Прафху сондай-ақ Анджудың шын мәнінде Виджайдың асырап алған қызы екенін анықтайды. Виджай оны бір кездері қоқыс жәшігінің ішінен тауып алып, кейін асырап алған екен. Көп ұзамай полиция Анджуға оның мектебінде келеді. Тергеу кезінде сабырлы болу керек деген Виджайдың кеңесін есіне алған Анджу олардың сұрақтарына сенімді түрде жауап береді. Ол Сэмнің лагерде көптеген қыздарды суретке түсіретін адам ретінде танымал болғанын, тіпті өзінің бұл әрекеті үшін қыздардан бірнеше рет ескерту алғанын айтып береді. Гайтонди Анджуға өтірік айтып, Сэмнің одан кейін болған оқиғалары туралы бәрін білетіндерін айтады. Бірақ Анджу оның сұрақтарына жауап беруден бас тартып, полицияға сол күні отбасының Панаджиде уағыз тыңдап жүргенін айтады. Сол күні полиция Виджайдың үйіне де келеді. Бірнеше минуттан кейін Виджай үйге жетіп, полицияның Анджудың мектебіне барғаны туралы мектептен телефон шалғанын айтады. Сондықтан отбасын көру үшін үйге ертерек қайтып келгенін түсіндіреді. Прафху оған Сэмнің ісі туралы ашық айтып, Гайтондидің Виджайды Сэмнің көлігімен кетіп бара жатқанын көргенін жеткізеді. Сол кезде Нандини абайсызда олардың дәл сол күні Панаджиде болғанын айтып қалады.
Мұны Гайтонди бірден байқап, олардың нақты ешқандай күнді атамағанын алға тартады. Жағдайды тез арада бақылауына алған Виджай Нандиниге мектептен барлық мәліметтерді, соның ішінде күндерді де айтқанын түсіндіреді. Сондықтан оның солай айтып қалғанын жеткізеді. Содан кейін Виджай полицияға 2 қазан күні таңертең Панаджиге барғандарын, сол жерде уағызға қатысып, кино көріп, тамақтанып, 3 қазан күні қайта оралғандарын айтады. Айтқанның дәлелі ретінде ол полицияға осы 2 күн ішінде барған барлық жерлерінен алған түбіртектер мен есепшоттарды көрсетеді. Полиция кеткеннен кейін Виджай Нандиниге олардың қамауға алынудан ғажайып түрде аман қалғанын айтып, енді мұндай қателікті ешқашан қайталамауын ескертеді. Содан кейін ол отбасымен тағы бір рет сөйлесіп, оларға нұсқау береді және полицияның қосымша жауап алу үшін қайта келетінін ескертеді. Осы уақытта полиция болған жағдайдың бәрін Мираға хабарлайды. Ал Гайтонди Виджайды Сэмнің көлігін айдап бара жатқан жерінен көргенін табанды түрде қайталайды. Мираның бұйрығымен оларға ресми түрде ешқандай айып тағылмаса да, бүкіл отбасы полиция бөлімшесіне шақырылады. Полиция отбасының әр мүшесін жеке-жеке тергеп, 2 және 3 қазанда болған оқиғалар туралы сұрақ қояды. Виджайдың мұқият дайындығының арқасында барлығы бірдей жауап береді. Олар сол күндері не істегендерін, қай жерде болғандарын, нақты уақыттарын және басқа да барлық мәліметтерді бірдей айтып шығады. Полиция оларды шатастыру үшін түрлі айла қолданады. Мысалы, отбасының басқа бір мүшесі мүлдем басқаша жауап бергенін айтып, олардың сөздерін өзгертуге тырысады. Бірақ Виджайдың алдын ала дайындағаны соншалық, отбасы мүшелерінің ешқайсысы өз жауабынан айнымайды. Осы кезде қала тұрғындары Нандинидің ата-анасымен бірге полиция бөлімшесінің алдына жиналады. Отбасының полиция бөлімшесінің ішіне алып кеткенін білген олар шу шығара бастайды. Алайда полиция оларды ішке кіргізбейді. Себебі Виджайдың отбасы мүшелерінің барлығы бірдей жауап беріп отыр. Прабху Ану сияқты кішкентай қыздың соншама көп ұсақ-түйек мәліметті есте сақтауы әдеттен тыс екенін байқайды. Алайда Виджай бұл жағдайды да алдын ала ойластырған еді. Ану мен Анджу нақты уақытты емес, шамамен уақытты айтады. Сондықтан олардың жауаптары алдын ала жаттап алғандай емес, табиғи әрі шынайы болып көрінеді. Сол түні Виджай отбасына полиция олардың айтқандарына сенгендей көрінсе де, қайтадан келетінін ескертеді. Виджай полицияның тек өздерін алдап, олардың қателік жіберуін күтіп жүргенін түсінеді. Ол күйеу баласы Раджишпен байланысып, егер полиция оларды қайтадан ұстап әкететін болса, дереу әрекет етуін тапсырады. Келесі күні полиция Мартиннен 2 қазанда Виджайдың оның мейрамханасына бармағанын сұрайды. Мартин нақты күндерді есіне түсіре алмайды. Бірақ Виджайдың 2 қазанда Панаджиге уағыз тыңдауға барғанын есінде сақтаған. Себебі кейін олар бұл оқиғаны егжей-тегжейлі талқылаған еді. Хосе де полицияға Виджайдың 2 қазанда Панаджиге барғанын айтып, оның сөздерін тағы да растайды. Тергеу жалғасқан сайын полиция Виджайдың отбасын Панаджиде көрген адамдарды іздей бастайды. Автобус кондукторы және Виджайдың отбасы түскі ас ішкен мейрамхананың иесі олардың бірнеше күн бұрын өздеріне келгенін растайды. Виджай тоқтаған қонақ үйдің әкімшісі де оның отбасын көргенін растайды. Алайда салық төлемеу үшін оларға түбіртек бермегенін айтады. Ал уағыз жүргізген дін қызметкері полицияға Виджайдың уағыз туралы айтқан егжей-тегжейлері оның 2 қазанда сол жерде болғанын дәлелдейтінін жеткізеді. Барлық куәгерлерден жауап алғаннан кейін Мираның үміті сөне бастайды. Сол кезде Махеш оны жұбатып, Сэмді бәрібір табатындарына сендіреді. Соңғы жауап алынған куәгер істің барысын өзгертіп жіберетін маңызды бір мәлімет береді. Автобус кондукторы Виджай бұл оқиғаны растап, Панаджиден қайтып келе жатқан кезде Виджайдың отбасын көргенін айтады. Полиция одан отбасы туралы соншалықты көп мәліметті неге есінде сақтағанын сұрайды. Сонда ол бірнеше күн бұрын Виджайдың онымен қайта кездескенін және әңгіме арасында 2 қазанда Панаджиге бұрын барғанын еске салғанын түсіндіреді. Мира куәгерлердің барлығынан кезек-кезек қайта жауап алады. Сонда Виджайдың алғашқы сапарынан кейін Панаджиге тағы барып, сол жерде осы адамдардың барлығымен қайта кездескені анықталады. Виджай олардың алғашқы сапар туралы естеліктерін байқатпай өзгертіп, 2 қазан күнін естеріне салады. Ешкім нақты күнді есінде сақтамағандықтан, олар табиғи түрде Виджайдың айтқанына сеніп, оның әңгімесін растайды. Бұл жағдай Виджайдың Сэмнің ісіне қатысы болуы мүмкін екенін көрсететіндей көрінеді. Алайда тағы бір деталь оның кінәсіз екенін дәлелдейді. Автобус жүргізушісі Виджайдың жолда банкоматқа тоқтағанын растайды. Полиция Панаджидегі Виджай 3 қазанда автобуспен қайтып келе жатқанда пайдаланғанын айтқан банкоматтың бейнебақылау жазбаларын алады. Бейнежазба Виджайдың шынымен де сол банкоматты пайдаланғанын растайды. Осылайша оның алибиі тағы бір рет дәлелденеді. Махеш Виджайдың кінәсіз екенін мәлімдейді. Тіпті Пандолимдегі полиция қызметкерлері де оның кінәсіз екеніне сене бастайды. Бірақ Мира оның қолдан жасалған оқиғасына әлі де толық сенбейді. Ол Виджайдың айтқан әңгімесінің барлық бөлшектерін мұқият ой елегінен өткізіп, оқиғаны көз алдына елестетіп көргеннен кейін өз қорытындысына келеді. Оның пікірінше Панаджиге жасалған бүкіл сапар әдейі ұйымдастырылған болуы керек. Мира өз теориясын полиция қызметкерлеріне түсіндіреді. Оның айтуынша Виджай Панаджиге шын мәнінде тек 3 қазанда барған болуы мүмкін. Дәл сол күні ол Сэмнің Сэм картасын лақтырып, өз көлігін карьерге тастап кеткен. Содан кейін ол әдейі отбасы үшін киноға 4 билет сатып алып, мейрамханада тамаққа тапсырыс берген. Осылайша кейін полицияға дәлел ретінде көрсететін түбіртектерді жинаған.
Кейін Виджай 4 автобус билетін сатып алып, банкоматты пайдаланып, 3 қазанда Пандолинге жалғыз өзі автобуспен қайтып келген. Келесі күні ол отбасын шынымен Панаджиге алып барады. Осылайша олар оның алдын ала жоспарлағандай сол күнді қайта өткізіп, барлық жағдайдың бұрынғыдай дәл сәйкес келетініне көз жеткізеді. Ол отбасын киноға апарады. Содан кейін бұрын өзі барған сол мейрамханаға алып барады. Кейін олар сол автобуспен Пандолинге қайтады. Жолда Виджай банкоматқа тоқтағандай кейіп танытады. Ол автобустан түсіп, сыртта небәрі 5 минуттай күтіп қайтадан автобусқа отырады. Мира қонақ үй түбіртектерін қолдан жасау үшін Виджай әкімші қарамай тұрған кезде 2 қазан күніне жалған жазба енгізген болуы керек деген қорытындыға келеді. Содан кейін сенімді құжаттық іс қалдыру үшін өзінің шынайы жазбасын сызып тастаған деп есептейді. Оның ойынша Виджай жол бойында кездескен адамдардың барлығымен алдын ала танысып, оларды өзіне қажетті түрде бағыттап, жалған куәлік беруге мәжбүрлеген. Алайда оның теориясын растайтын нақты дәлел болмағандықтан, Мира күш қолдануға шешім қабылдайды. Көп ұзамай полиция Виджайдың бүкіл отбасын полиция бөлімшесіне алып келеді. Мира отбасының әр мүшесінен Сэмнің қайда екенін кезекпен сұрайды. Бірақ олардың барлығы бір ғана жауапты қайталайды. 2 және 3 қазанда олар түгелдей Панаджиде болған. Олардың үнсіздігіне ашуланған Мира Гайтондиге отбасының көз алдында Виджайды ұруды бұйырады. Көптен бері қолайлы сәтті күтіп жүрген Гайтонди Виджайға тап беріп, оны жұдырықпен ұрып, тепкілей бастайды. Бірақ Виджай қатты соққыға қарамастан еш шағымданбайды. Мұны көрген Мира әйел полицейлерге Нандини мен Анджуды ұруды бұйырады. Полиция қызметкерлері Виджайдың көз алдында оларды ұра бастайды. Бірақ отбасының жауабы тағы да өзгермейді. Осыдан кейін Мира Сэмге қоңырау шалған соңғы адам оның досы Алекспен кездеседі. Мира мен Махеш Алексадан Сэмнің жоғалып кетуіне қатысты қандай да бір ақпарат беруді өтінеді. Бірақ Алекс ештеңе білмейтінін айтады. Мира одан Сэм мен Анджу арасында қандай да бір байланыс бар жоғын сұрап, егер шындықты айтпаса, оны да ұратынын айтып қорқытады. Сонда Алекс Сэмнің Анджудың жуынып жатқан сәтін видеоға түсіргенін және кейін сол видеоны жасырып қойғанын айтып береді. Ол осы видеоны пайдаланып, Анджудан өзіне бір жақсылық жасауды талап етпек болған. Осы уақытта полиция бөлімшесінің сыртында Раджеш Виджайдың тапсырмасы бойынша журналистер мен көптеген жақтастарын жинайды. Правху Мираға сыртта үлкен топтың жиналып тұрғанын хабарлаған кезде, ол бірден аумақты босатуды бұйырады. Бұл полиция мен Виджайды қолдаушылар арасындағы жағдайды одан әрі ушықтыра түседі. Сэмнің жоғалуына не себеп болғанын түсінген Мира полиция бөлімшесінің ішіне қайта кіріп, басқа офицерлердің барлығына отбасымен оңаша қалуды бұйырады. Ол Гайтондиге шындықты білу үшін қолынан келгеннің бәрін жасауды тапсырады. Осылайша жағдай одан сайын шиеленісе түседі. Гайтонди ашуға беріліп, Виджайды қайтадан ұра бастайды. Содан кейін ол Нандиниге тап беріп, Сэм туралы шындықты айтуды талап етіп, оны да ұрады. Нандини Сэм туралы ештеңе білмейтінін қайталап айтады. Сол кезде Гайтонди Анджуды ұра бастайды. Виджай Анджуды қорғау үшін Гайтондидің қолынан ұстап, оны тоқтатуға тырысады. Бірақ Гайтонди араласқан үшін Виджайды қайтадан аяусыз ұрады. Ол қыздарды да ұрып соғып, Анджудың басын қабырғаға соғып жібереді. Соның салдарынан Анджудың басынан қан кетеді. Ақырында Гайтонди Ануға қарай бет алып, егер ол шындықты айтпаса, бүкіл отбасын өлтіретінін айтып қорқытады. Алайда оның қорқытуына қарамастан, Ану Виджайға көз салып, Гайтондиге ешқандай ақпарат беруден бас тартады. Мира Ану ата-анасының көзінше шындықты айтпауы мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан ол отбасының барлық мүшесін бөлмеден шығарып, ішінде тек Ануды қалдырады. Полиция Виджайды бөлмеге кіргізбейді. Виджай кішкентай қызының ішінде жалғыз қалғанын айтып, жалынса да оның өтінішін елемейді. Гайтонди Ануды ұрып соғатынын айтып қорқытып, шындықты айтуға мәжбүрлеуге тырысады. Бірақ Ану ештеңе айтпайды. Осы сәтте Махеш отбасының кінәсіз болуы мүмкін екеніне сене бастайды. Ол Гайтондидің осы уақытқа дейін Виджайға өтірік айтып келгенін байқайды. Ашуға булыққан Гайтонди Ануды қатты ұрып, оны қамшымен ұруға дайындалады. Өлімнен қатты қорыққан Ану одан өзін ұрмауын өтінеді. Ақыры ол шындықты айтып береді. Көп ұзамай полиция сыртқа шығып, Виджайға оның ойынның аяқталғанын хабарлайды. Полиция қызметкерлерінің барлығы Виджайдың үйіне басып кіріп, Анудың соңынан ереді. Ану оларды Сэмнің денесі жерленген жерге алып барады. Полиция Виджайдың ауласындағы бақшаны қаза бастағанда, қала тұрғындары мен журналистер бұл көріністі тамашалау үшін жиналады. Жергілікті тұрғындар журналистерге Гайтондидің Виджайды бұрыннан келе жатқан өшпенділігі үшін әдейі қаралап жатқанын айтады. Жұртшылық Виджайдың заңсыз іске қатысы бар екеніне күмәндана бастайды. Алайда полиция компост шұңқырынан көмілген бір қапты тауып алады. Оның ішінен жартылай шіріп кеткен иттің денесі шығады. Бұл жағдай Виджайдан басқалардың барлығын шошытып, абдыратып жібереді. Ал Виджай болса тағы да ештеңе білмейтін, аң-таң болған адамның рөлін шебер сомдайды. Жалған шындықтың беті ашылған кезде Виджай жиналған қала тұрғындарына қарай жүгіріп барып, полицияның оның отбасын еш себепсіз әділетсіз әрі қатыгездікпен қудалағанын түсіндіреді. Ол Гайтондидің отбасының кінәсіз мүшелерін қудалағанын ашық айтып, оған қатты наразылық білдіреді. Гайтонди Виджайға шабуыл жасауға ұмтылады. Бірақ ашуға булыққан халық араласып оны тоқтатады. Жиналған жұрт Гайтондидің әрекетіне жаппай қарсы шығып, Виджайды қорғайды. Мираны полицияның бақылауымен алып шығады, ал ашуға булыққан халық Гайтондидің ашуын басына төгеді. Көп ұзамай Виджайдың басынан өткен қиындықтар туралы жаңалық бүкіл елге найзағайдай тез тарайды. Оның отбасына жасалған әділетсіз қарым-қатынас туралы оқиға миллиондаған адамның жүрегін тебірентеді.
Полиция шұғыл шара қолданып, Гайтондиді қызметінен шеттетеді, ал қалған полиция қызметкерлерін Пандолимге ауыстырады. Бас инспектор Мира белгісіз мерзімге демалысқа жіберіледі. Ал сот шешімі бойынша Виджайдың отбасын жауапқа шақырып, тергемес бұрын барлық мемлекеттік органдар арнайы ресми рұқсат алуға міндетті болады. Бір күні Нандини Сэмнің денесі туралы алаңдайтынын айтады. Бірақ Виджай оны ешкімнің ешқашан Сэмнің денесін таба алмайтынына сендіреді. Ол көлікті жойғаннан кейін Сэмнің денесін компост шұңқырынан қалай алып шыққанын да түсіндіреді. Алайда оның нақты қайда екенін айтудан бас тартады. Бұл құпияны өзінде қалдырып, Нандиниді де тыныштандыруды жөн көреді. Біршама уақыт өткен соң жағдай тынышталып, Виджайды Мира және Махешпен кездесуге шақырады. Көп ұзамай олар елден Лондонға кетуге дайындалып жатқан еді. Махеш Виджайдың отбасын қинағаны үшін шын жүректен кешірім сұрап, әкелік сезіміне әсер етуге тырысып, Сэм туралы соңғы рет сұрайды. Екеуі кетуге жиналған кезде Виджай олардың алдында кешірім сұрайды. Ол мұны өзінің және отбасының атынан айтады. Бұл сөзден Мира мен Махеш орнында қатып қалады. Виджай отбасын қорғау үшін қолынан келгеннің бәрін жасауға дайын екенін атап өтеді. Сондай-ақ Сэмді тозаққа жібергенін ашық меңзейді. Сэмнің қайтыс болғанын білдіретін бұл астарлы сөз оның ата-анасын қатты күйзелтеді. Олар көздеріне жас алып, үнсіз кетіп қалады. Содан кейін Виджай жаңадан салынған полиция бөлімшесіне барады. Онда жаңа аға инспектор Виджайдың қылмысына қатысты шындықты анықтауға уәде береді. Виджай оған полицияға сенетінін және ешқашан полиция қызметкерлерін алдауды ойламағанын айтады. Полиция бөлімшесінен шығып бара жатып, ол Роннидің кезінде полиция бөлімшесінде еден төселетіні туралы айтқан күнін есіне алады. Виджай ішінен жымиып, көрермендерге ғана өзінің ең үлкен құпиясын ашады. Ол Сэмнің денесін жаңа полиция бөлімшесінің еденінің астына ешкім ешқашан таба алмайтын жерге жерлеген. Егер шолуымыз ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп, біздің шолуларымызды қай қаладан қарайтындарыңызды пікірге қалдырыңыздар. Келесі кино таймда кездескенше сау болыңыздар.